Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге міне алғыс әнін үйрететін боламын. Міне қараңыздар. Оңай тәсілмен үйретем. Сандар арқылы. Бірінші, үшінші пернені басамыз. 1, 2, 3. Міне бұлай тартамыз. Бас бармақпен бірлет. Үшінші перне, сосын бесінші пернені басамыз. 3-ті басып тұр, қойында 4, келесісі сосын 5. 5-ті басамыз, бірлет. Сосын 7-ші перне, 7. Сонда үшеуін бірге тартамыз. Сонда мынадай әуен шығады. Көкжиек. Көрдіңіздер ме? Көкжиек деген әуен шықты. Күн сәулесін таратқанда. Әрі қарай 3, 5, 7, 8. Күн сәулесін деген. Күн дегенде үшінші пернені басамыз. Күн, сосын бесінші перне, сәу, сосын жетінші перне, ле, сосын сегізінші перне, сін. Күн сәулесін. Басынан бастап тартайын міне. Көкжиек, күн сәулесін. Әрі қарай таратқанда 7, 5, 4, 5. 7-ге та, сосын 5-ге рат, сосын 4-ші перне қан, сосын 5-ші перне да. Таратқанда. Көкжиек, күн сәулесін таратқанда. Міне, таратқанда қайттан 7, 5, 4, 5. Таратқанда. Басынан бастап тартайық енді. Көкжиек, күн сәулесін таратқанда. Сосын 5-ші пернені 4 рет тартамыз. Сөзін айтпай. Әрі қарай. Көрдіңіздер ме? Оңай тәсіл. Үйренуге өте оңай. Мынадай міне сандарын дайындап қойдым. Жақсы адамдар мәні мынау. Мысалы осындай қағазға қарап, тек қана видеоға емес, қағазға қарап тез-тез үйрене аласыздар. Міне сөздермен бірге дайын. Жақсы адамдар мәнді жаңағы алғыс әні сияқты тірліктен іздеп келеміз пайда. 7-ші перне басында. Енді жаңағы алғыс әнін әрі қарай үйретейін. Көкжиек, күн сәулесін таратқанда. Әрі қарай. Бақыт бар. 2, 3, 5. Бақыт бар. Сосын 2, 3, 5, 7. Бақыт бар, көрінбейтін. Міне бірінші бақыт бар, көрінбейтін. 2, 3, 5, 7 сандар. Буынға бөлеміз. Көрінбейтін. Әр санға бір буын. Көрінбейтін. Сосын 5, 3, 2, 3. Әр ақтанда. 5, 3, 2, 3. Әр ақтанда. Сандарын өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Видеоға қайта міне қарамас үшін. Бақыт бар, көрінбейтін, әр ақтанда. Сосын 3-ші пернені 4 рет тартамыз былай міне. Көрдіңіздер ме? Міне осылай. Енді басынан бастап тартайын. Қараңыздар міне. 3, 5, 7 ғой басы. Көкжиек, күн сәулесін таратқанда. Сосын бақыт бар. Сосын көрінбейтін. Әр ақтанда. Міне, әрі қарай міне айтып жіберейін.
Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке. Міне жалғасы осы. Егер үйреніп алсаңыздар, комментарийге жазыңыздар, үйреніп алдым деп. Ал егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, оны да жазыңыздар, қай жері түсініксіз. Жалпы басқа қандай әндер үйренгілеріңіз келеді, жазып жіберіңіздер. Қандай қиындықтары болды. Мысалы, осы сандар арқылы үйрену өте оңай. Әрі қарай жалғасы керек болса, айтып жіберіңіздер, тағы жалғасын түсіресіз бе деп. Тағы түсіретін болам, я болмаса мынадай қағазға дайындап қойдым сандарынша, қайта-қайта видеоны қарап отпас үшін. Үйде отырып, міне мынадай қағазға жазып алсаңыздар, мен фотосын жіберемін WhatsApp-тан. Я болмаса жаңағы шығарып аласыздар ма, қағазға қарап ыңғайлы. Сөздері барлығы дайын. Міне. Мысалы, жақсы адамдар мәнінде көрсетіп жіберейін. 7-ші пернені 5 рет тартамыз. Тірліктен іздеп, сосын келеміз пайда. 7-8-7-5-3. Келеміз пайда. Қайттан бастайын. Тірліктен іздеп, келеміз пайда. Сосын қол созамыз көп, неге біз айға. Қол созамыз көп, неге біз айға. Көрдіңіздер ма? Үйренуге өте ыңғайлы. Шынымен ыңғайлы үйренуге. Тек қана сандар жазылады, сосын жаңағы әннің сөзі. Басқа ештеңе жоқ. 0 болса 0-ды баспайсыздар. Ең басында мына бірінші перне болады. Мынау бір саны болады, яғни бірінші перне 2. Мынау 0 болмайды, шатасып кетпеңіздер. Мынау 1, 2. Жақсылап санаңыздар, санды дұрыс басу керек. Сол кезде музыка шығады. Барлығы жерде жазылған. 0 болса ешқандай перне баспаймыз. Жақсы адамдарым, тағы да басқа әндер бар. Неге, алғыс. Сосын қандай ән тағы? Кездесерміз біз әлі, түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан деп басталады. Ал осы видео көргеннен кейін бірден үйренуді бастаңыздар, сосын бірден жазып жіберіңіздер, мен біліп отырайын. Кім үйренді, кім үйрене алмады, кім қай қаладан үйреніп жатыр. Соны жазып жіберіңіздер. Мысалы, мен Ақтөбе облысында. Кім қай қаладан домбыраны үйреніп жатыр. Онлайнда осылай қағаз арқылы үйреніп кетуге болады. Яғни мен сызбасын берем, сіздер қарап отырасыздар да тарта бересіздер. Түсінбеген жеріңізді сұрауға болады. Ал баршаңызға сәттілік.